Күншуақты балалар Даун синдромына шалдыққан бүлдіршіндерді дәл осылай атайды. Оларға арнап Николай Погодин атындағы Орыс драма театрында фотокөрме өткізілді. Көрмеге көрші Ресей елінің атақты әртісі Эвелина Блёданс та қатысты. Аталмыш іс-шараны Даун синдромына шалдыққан балалар мен ересектерге арналған Солнечный дом қайырымдылық қоры ұйымдастырып отыр. Қордың құрылғанына небәрі 3 ай болған. Осы уақыт ішінде олар біршама игі іс тындырып үлгерді. Біз балаларымыздың өте талантты екенін көрсеткіміз келді. Олар өлең айтады, билейді. Ал фотоларда біз Даун синдромына шалдыққан балалардың қандай екенін көрсеткіміз келді. Эвелина Блёданс 3 жасар күншуақты баланың анасы. Ол көпшіліктен баласының Даун синдромына шалдыққанын ешқашан жасырмаған. Сөзінше, бұндай балаларды қоғамға жақын ұстау қажет. Жан-жақты қолдау көрсету өте маңызды. Актрисамен кездесуге Даун синдромына шалдыққан 15 шақты бала келді. Вы знаете, Білесіздер ме, мен бұндай балалармен кездесуге қуана келемін. Бүгінгі кездесу де өте жақсы өтті. Өте мол әсер алдым өзіме. Фото көрмеге 22 жұмыс қойылды. Суреттерде 1 мен 29 жас аралығындағы Даун синдромына шалдыққан адамдар бейнеленген. Кездесу барысында Эвелина Блёданс әр баламен танысып, тіл табысуға тырысты. Айта кету керек, актриса Николай Погодин атындағы Орыс драма театрында өтетін «Любовь по-итальянски» спектаклінде басты рөлді сомдайды.